Саламатсыздар ма 5-ші сынып оқушылары? Бұл видеомызда Қазақстан пәнінен 2-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл жерде бізге 4 тапсырма берілген. Соның біріншісі кестедегі ақпараттың ақиқат немесе жалған екенін белгі қойып анықтауымыз керек. Бізге 3 сұрақ берілген. Бірінші сұрақ бойынша металл өндірісі қолөнердің дамуына әсерін тигізді. Ақиқат не жалған? Бұл жерде ақиқат болады. Осы металл өндірісі пайда болғалы осы қолөнердің дамуына көп әсерін тигізді. Қолөнерге қажетті құрал жабдықтардың барлығы осы металдан жасауға мүмкіндік туды. Темірден болсын, мыстан болсын. Екінші, металл өндірісі мал шаруашылығының дамуына әсерін тигізді. Бұл жалған. Екеуі өйткені екі сала мал шаруашылығына ешқандай металл өндірісінің тигізген әсері жоқ. Үшінші сұрақ, металл өндірісі егін шаруашылығының дамуына үлкен әсерін тигізді дейді. Бұл бізде ақиқат. Осы егін шаруашылығында көптеген құрал жабдықтар бар. Солардың барлығы металдан жасауға, сонымен қатар егін шаруашылығының дамуына көп үлесін тигізді. Міне оқушылар, бірінші сұрақ бойынша осылай ақиқат немесе жалған екенін анықтадық. Екінші тапсырма бізде мәтіндегі бос орындарға тиісті сөздерді қойыңыз дейді. Мына жерде мен қарамен белгілеп қойған жерлерінде негізі бос орындар болу керек. Мен бірден бұл жерге жауабын жаза кеттім. Бұл жерде бізге тапсырма осы сақ тайпасы туралы мәлімет берілген. Сол мәліметтің орнына тиісті сөздерді қойып жазуымыз керек еді. Бұл жерде біріншіге теңіздің арғы жағындағы сақтар деп атаған сақ қоғамды 3 топқа әскери көсемдер рубасыларынан тұратын ақсүйектер абыздардан құралған. Екінші топ және қатардағы қауым мүшелері малшылар болып бөлінеді. Әр топтың киімі түсіне қарай ерекшеленеді. Тайпа көсемдері мен әскер басшылары қызыл, абыздар ақ, қатардағы қарапайым малшылар мен егіншілер сары, сонымен қатар көк түсті киім киген. Көсемдер тайпасының әміршісі құдайлар әлемі мен халықтың арасын байланыстырушы тұлға бас абыз деп санаған. Міне оқушылар екінші тапсырма бойынша осылай жазсаңыздар болады. Бұл жердегі қарамен белгіленген бұлар дұрыс жауаптар. Үшінші тапсырма. Суретке қарай отырып көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің қалыптасуының себептерін жіктейміз. Бізде сурет берілген, соған қарап, кесте берілген, соған қарап мал шаруашылығы мен егіншіліктің жіктелуін жазуымыз керек. Мал шаруашылығы, мал басы көбейді. Екінші, жайылымдық жерлерді қажет етуі. Яғни мал басы көбейгеннен кейін міндетті түрде жайылымды жерлерді қажет етеді. Сонымен үшінші, мал шаруашылығының негізін жылқы, ірі қара құрады. Егіншілік шаруашылығы. Өзен алқаптарында егістік дамыды. Егістікпен айналысқаннан кейін міндетті түрде суды қажет етеді. Сонымен қатар егістік алқаптарына каналдар қазылды, сонымен қатар өнім өндірді. Қорытынды ой жазыңыз дейді. Бұл жерде көшпелі мал шаруашылығы дамыды, егістік алқаптары кеңейіп, суармалы егіс алқаптарының саны артты. Келесі тапсырма бізде 4-ші тапсырма. Төмендегі суреттерді пайдалана отырып сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Бұл жерде 2 сұрақ берілген. Бірінші, есік обасынан табылған алтын адам бейнесін тап дейді. Бізде А, Б, В 3 сурет берілген. Осының ішіндегі А нұсқасындағы сурет бізде есік обасынан табылған алтын адам бейнесі екен. Екінші сұрақ, есік обасынан табылған кемінде 4 жәдігерді атын атаңыз дейді. Бұл жерде есік обасынан табылған кішірек жұқа алтыннан жапсырмалы күміс сырға, екінші қару-жарақ, жебе, қамшы, үшінші қыш ыдыстар, сонымен қатар күміс тостағанша осы есік обасынан табылған екен. Міне оқушылар 90-дыққа арналған ТЖБ тапсырмаларын талдап, орындап шықтық. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар, міндетті түрде жауап береміз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Осымен бүгінгі видеодағы ТЖБ талдауымыз аяқталды. Сау болыңыздар.